Елімізде күзгі әскерге шақыру науқаны жалғасудан. Биыл Жамбыл облысынан шамамен 1700 жас азамат мерзімді әскери қызметке жол тартады. Оның 4-тен бірі Тараз қаласынан. Борышын өтеушілердің бірі SMS хабарлама арқылы, бірі дәстүрлі шақырту қағазымен келген. Мұндай маңызды кезеңде отан қорғаушыларға үйдегі үлкендердің қолдауы ерекше қажет. Қазір ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі мен мемлекеттік күзет қызметіне іріктеу аяқталуға жақын. Көптеген шақырушылар шақырту немесе SMS хабарламасын күтпей-ақ өз еріктерімен келген. Солардың бірі Тараз қаласының тұрғыны, колледж түлегі Қуаныш Болатұлы. Ол әскери борыштың әрбір азаматтың парыз екенін айтады. Бұл отбасының барлық ер азаматтары ұстанатын ұстаным. Қуаныштың атасы да немересіне қолдау көрсету үшін арнайы рәсімге асыға келген. Мен осы немеремнің жаңағы өшірге армияға жіберудің қасында қолдаушы болып келіп отырмын. Балам Құда қаласа армияға барады, ары қарай өмірге үлкен жолдама алады. Үлкендердің қолдауы жас жігіттерге ерекше рух береді. Отбасының сенімін сезінген сарбаз әскерге көтеріңкі көңіл күймен аттанады. Атасының бұл әрекеті тек немересіне ғана емес, әскери басқарма органдарына да үлкен қолдау. Осындай ата-аналардың мықты қолдауымен әскерге шақырушылар біздің әскерге шақыру комиссиясына келіп, өз еріктерімен медициналық тексерістен өтіп, қарулы күштер қатарына шақырылуда. Күзгі шақыру аясында шекара және күзет қызметтеріне жолдама алғаннан кейін келесі кезең Қазақстан қарулы күштеріне іріктеу. Дәстүр бойынша науқан ұлттық ұлан қатарына жіберілетін сарбаздармен аяқталады. Қуаныштың отбасы секілді борыш пен ар намысты қадірлейтін жанұялар әскери қызметке деген оң көзқарастың нақты үлгісі. Армияға настрой жақсы. Осы Құдай қаласа аман есен служить етіп келем. Жастарға айтарым, армиядан қашпай, өздерің военкоматқа барып, медкомиссия өтіп, армияға барып келіңдер. Отбасы тарапынан көрсетілетін сенімді қолдау шақырушыларға жауапкершілік сезімін ұялатады. Бұл олардың әскери өмірге дайын екенін, қызметті абыроймен өткеруге ынталы екенін көрсетеді. Мерейхан Жәнібекұлы, Назерке Тазабаева, Дина Мұхаринова, Владимир Мартиненко, Айқын ақпарат.